Салам достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге Ілияс Верон арнасы. Достар, бүгін біздерде влог болатын болады, яғни студенттің бір күндік өмірі десек те болады. Мен қазір ғана жолдан келдім, яғни ауылдан келдім, Қарағанды қаласына, қазір жатақханадамын. Енді бүгін бізде январдың 17-сі, бізде 19-да сабақ басталады. Бүгін январдың 17-сі мен деген бір күндік влогты түсіретін боламын. Сіздерге өте қызықты болады деген ойдамын. Қазір ғана жолдан келдім, мен достар барлық заттарымды орындарына қойып жайғасып болдым. Енді деген қазір менде үйден беріп жіберген пакет бар, соның ішінде тамақтар бар. Соған распаковка жасайтын боламыз, соны жеп алатын боламыз. Одан кейін сіздерге ақшаға обзор жасайтын боламын, сосын тағы да басқа заттар жасайтын боламыз. Яғни бүгінгі күніміз, осы видеомыз өте қызықты болуын деп тұр. Сондықтан да ағына жазыңыздар, лүпіл басыңыздар, комментарий жазып мені қолдап кетіңіздер. Ал ендеше біз бастаймыз. Достар, бұл менің комнатам, душка. Мына жерде менің групп болғасым жатады. Мына жерде мен жатам, мынау полка. Осындай мінекей шкаф. Өте керемет, современный условиясы, өте мықты жатақхана. Ар жағында трешка бар. Ол жерде менің 3 групп болғасым жатады. Короче, 5 групп болғасы болып жатамыз достар осындай. Енді мінекей мен сіздерге әкелген заттар көрсетейін. Так, мынау пакет. Мынау бізде менің чипім, мінекей біздің чип, осымен біз жатақханаға кіретін боламыз. Мынау менің комнатаның кілті, а мынау менің күнделігім, яғни блокнотым достар. Так, бұларды мына жаққа ысыра тұрайық. Менің үйдегілер беріп жүрген зат, ол мінекей осындай асу дейтін лимоннан жасалған су. Пелешкамның несі түскетті жарайды. Так, мына жерде қасық бар екен. Мына жерде нан, сосын банан мен алма. Одан кейін қараңыздар осындай тамақ достар. Аппетит деген жаман ашылып кетті достар, қараңдар. Енді қазақ деген осы тамақты жеп алатын боламыз достар. Қазір мен сіздерге общаганы бірінші обзор жасап кетейін. Мінекей мынау менің комнатам, мына жер бізде подсекция, мына жақта трешка, яғни 3 групп болғасын жатады. Так, қазір. Так, бұл жақта бізде душ достар, қараңдар осындай. Мінекей өте керемет. Енді так, мына жақта осындай подсекция бізде достар, жаңа айтып өттім. Жерде бізде осындай туалет достар, вот. Қазір мен сіздерге енді нені көрсететін боламын. Яғни бутылка, сондайларды көрсететін боламын. Мінекей достар, бұл бізде холл. Мінекей. Мынау жер деген бізде холл, осы жерде тамақ ішеміз, мына жақта киім жүктеуге болады. Ал мына жақ достар, қараңдар. Бұл біздің бутовка достар, бутовка. Вот осындай. Так, микроволновканы өзі ашылып қалып жаба салайық. Так, менің комнатам 17-ші комната. Мінекей мынау біздің ыдыстар. Мынау біздің тамақ, анау салатын жер, короче осындай ыдыс, сондай салатын жер. Так, мынау холодильник достар, 16, 17, 18, 19. Біздікі 17, міне дым жоқ. Вид мынандай. Міне осындай. Картошкалар бар екен. Так, мына жақта мінекей вид осындай. Вот.
Достар, мен деген уже тамақты ішіп алдым, қараңыздар. Енді осы ыдысты қазір жуып тастаймын. Мына жерде алма банандар тоже орындарына қоямын. Солай қазір мен ауырып тұрмын, достар. Тұмау, тамақ сондай. Мына кітапты қараңдар, Эрих Мария Ремарк три товарища дейтін. 480 бет, достар. Бұл кітапты мен оқып тастадым. Енді бұл менде 2026 жылдағы оқылған ең алғашқы кітап болып саналады. Енді мен деген бұл негізі группаласымның кітабы, бұны енді группаласым ертең келеді. Соған қайтарып беріп, одан тоже басқа кітапты алып оқитын боламын, достар. Солай. Енді қазір мен деген, қазір мен сол ыдысты жуып тастаймын, сосын шамалы демалып душқа түсіп аламын. Одан кейін комнатаны шамалы жинап жіберетін боламын, сосын магазинге барып продукт әкелем, оған да распаковка обзор жасайтын боламын. Потом далаға шығып шаш алдырып, плюс тағы да магазинге барып бір нәрсе сатып алып, оларға да обзор жасап көрсететін боламын, достар. Сондықтан да менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Өте қызықты болады, достар. Мінекей, достар, мен деген магазинге барып кішігірім продукт алып келген болатынмын. Ол жерде қарағанда 2 нан бар, жұмыртқа бар, мынандай йогурт бар, мынандай творог бар, 2 бумага, мусорный пакет, зубная паста, зубная щетка и 1 келі картошка бар, достар. Мінекей қарағандар, бізде дейтін зубная щетка 869, паста 514, жұмыртқа 723, творог 896, картошка дейтін 1,5 келі 271, бумага 240, нан 330 мусорный пакет 365. Сонда қараңдар, достар, 4780 теңге кетті бүкіліне, осылай. Және де сосын мен деген фильтрдан осындай 8 литрмен, сосын 5 литрмен солып келген болатынмын, достар. Осылай. Достар, қазір мен деген шаш бастыруға баратын боламын. Бұл қазір мен до түсіріп қойайын деп жатырмын. Қараңыздар, достар, мен шашым осындай. Енді мен деген 2 шетін нулевкамен алдырып тастаймын, одан кейін үстін шамалы қысқартамын. Мінекей кекілді көріп тұрса, кекілді да чуть-чуть қана қысқартатын боламын. Потом послені сіздерге көрсететін боламыз, достар. Мен шаш алдырып келдім, бірақтағы мінекей менде после мінекей осылай. Шет жағын нулевкамен емес, просто шамалы ғана алдырдым, үстін тоже шамалы ғана алдым. Бізде осындай прическа шықты, достар, мінекей қараңдар. Осылай. Бізде, после біз осындай болды, достар. Енді қазір мен деген тісімді, бет-қолымды жуам, потом ұйықтайтын боламын. Қазір сағат деген уже түнгі 1 болып жатыр, достар. Солай. Мен, достар, бүгінгі біздің видеомыз соңына да келіп жетті. Яғни студенттің бір күндік өмірі менің влогым, достар, ең алғашқы влог осы каналдағы. Осы, достар, бір күндік өмірім осылай өтіп кетті менің. Өте активный, өте қызықты болды. Қатты шаршадым, достар, сағат деген түнгі 1:30 болды. Енді ертең таңертең бір 10-да ма тұрамын, потом завтрак ішіп аламын, комнатаны жинауым керек, одан кейін түске дейін ютубпен айналысам, яғни осы видеолардың барлығын монтаждаймын, саламын, басқа видеолар түскен оларды да саламын, сөйтем түске дейін. Сосын түстен кейін демалып алып, ертең воскресенье 18-19 күні понедельник бізде сабақтар болады, сабақтар расписание шықты, өте қиын. Таңғы 8-ден кешкі 4-ке дейін, 6-ға дейін еще анандай ғой, бір сабақтан шығасың, екіншісіне барасың, екіншісіне шығасың, үшіншісіне барасың деген сияқты ғой. Мысалы, бір сабақ, одан кейін физкультура, одан кейін химия, достар, ойлаңдаршы. Бір-біріне сәйкес келмейтін ғой, вообще қиын қойып тастағанда, еще кейбіреуінде, то есть арасында бір-екі күнде ғана окошко бар, оның өзі 1 сағатта біз деген сол универде отырамыз, әйтпесе 1 сағатта біз апшаға келіп кетсем, тоже сол 1 сағаттың өзі кетіп қалады, достар, солай. Солай, достар, сонда бізде енді 2 семестрде демалыс, енді суббота мен воскресенье ғана болайын деп тұр, по-моему.
болды солай. Еще мен мыңым өтеліп сол тамағым ауырып қалды. Енді апай болу керек достар, осыны асқандай қылмау керек, жазу керек солай. Енді достар, осы видео ұнаса соңына дейін көргендеріңіз үшін алғысым шексіз. Любіл басыңыздар, комментарий жазыңыздар, ағына жазып мені қолдауды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.